Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Қазақстан тарихы пәнінің бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз Қазақстан тәуелсіздігінің жариялануы. Қарастыратын сұрақтарымыз бұл тақырыптың шеңберінде Қазақстанның тәуелсіздік алу қарсаңындағы қоғамдық саяси жағдайы. Екіншісі, тұңғыш рет Қазақстан президентінің бүкіл халықтық сайлауы. Үшінші сұрақ, тәуелсіз Қазақстанды дамытудың мемлекеттік стратегиясының белгіленуі. 1991 жылы желтоқсанда ірі саяси оқиғаларға толы жыл болды. Олардың ең бастысы ол КСРО-ның ыдырауы және желтоқсанның 8-іне Минскіде Беловеж нуында славян мемлекеттерінің басшыларының келісіп ТМД-ны құру туралы шешімі. 1922 жылы КСРО-ны құру туралы шарттың өз күшінің жойғанын жариялады. Сонымен қатар аталған үш мемлекеттің басшылары ол Шушкевич, Кравчук және Ельцин тәуелсіз мемлекеттер одағының құрылғандығы туралы мәлімдеді. Осылайша дүние жүзіндегі аса ірі отаршыл империялардың соңғысы КСРО ыдырады. Қазақстан тәуелсіздігінің жариялануы осы 1991 жылдың желтоқсан айына келді. 1991 жылдың 16 желтоқсанында Қазақстан Республикасы Жоғары кеңесінің сессиясында парламент депутаттары Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздік туралы заңға қол қойды. КСРО-ның 1922-1991 жылдар аралығында өмір сүрген мемлекеттің құрамындағы мемлекеттердің тізімі: Ресей Федерациясы, Украина, Беларусь, Әзербайжан, Армения, Қырғызстан, Молдова, Тәжікстан, Түркменстан, Қазақстан, Өзбекстан, Грузия, Литва, Латвия, Эстония. Тәуелсіз мемлекеттердің достастығы 21 желтоқсанда 1991 жылы дүниеге келді. Бұл ТМД-ның құрамына кірген мемлекеттер: Ресей Федерациясы, Украина, Беларусь, Әзербайжан, Армения, Қырғызстан, Молдова, Тәжікстан, Түркменстан, Қазақстан, Өзбекстан. ТМД-ның құрамына кірмеген республикалар олар Грузия, Балтық бойы республикалары, Прибалтиканың мемлекеттері. Қазақстан жер көлемі жағынан дүние жүзі бойынша 9-шы орынды иеленді. Бұл дегеніміз Қазақстанның кезінде алаш зиялылар бекіткен 2,7 миллион квадратный метр ретінде қалуы. 1991 жылдың 16 қазанында жоғарғы кеңес Қазақ СССР президентін сайлау туралы заңды қабылдады. Осы заңмен бірге 91 жылдың 1 желтоқсаны Қазақ КСР президентін сайлау күні ретінде белгілеген қаулы шықты. Осылайша Қазақстан тарихында тұңғыш рет республика басшысын жалпыға бірдей тең және төте сайлау құқығы негізінде жарыстырын дауыс беру арқылы талдауға жағдай жасалды. Президент лауазымына үміткер ретінде сайлауға 3 кандидат ниет білдірген болатын. Олар Нұрсұлтан Назарбаев, Олжас Сүлейменов және Хасен Қожахмет. Кейіннен сайлау күніне аз қалғанда ақын қоғам қайраткері Олжас Сүлейменов Нұрсұлтан Назарбаевты қолдайтынын мәлімдеп, сайлаудан өз кандидатурасын алып тастайды. Хасен Қожахмет өзін қолдайтын сайлаушылардың ең төменгі шегін жинай алмағандықтан, орталық сайлау комиссиясы оны тіркеуден бас тартты. Осылайша Нұрсұлтан Назарбаев іс жүзінде бірден-бір кандидат болып шықты. 8 бағыт бойынша бағдарламасын жариялады. Желтоқсандағы жалпы халықтық президент сайлауы 2 желтоқсанда нәтижесін көрсетті. Ол дауыс бойынша 9.960.000 азаматтың 88,24% сайлау учаскелеріне келген. Президенттікке кандидатқа сайлау бюллетендерін алғандардың 98,76% дауыс берген. Қарсы дауыс берген 1,24%. Бұл 109 мыңнан сәл ғана асатын адам. 186 бюллетень жарамсыз деп танылды. Осылайша Нұрсұлтан Назарбаев барша халық сайлаған Қазақстанның президенті мандатын тұңғыш рет иеленді. Қазақ СССР-ның вице-президенті болып Назарбаевпен бірге сайлауға түскен Асанбаев сайланды. Тұңғыш президенттің қызметіне ресми кірісуі мен елбасының ант беру рәсімі 91 жылдың сейсенбісінде, яғни 10 желтоқсанда болды. 91 жылдың 1 желтоқсандағы сайлау нәтижесі бойынша Нұрсұлтан Назарбаевтың инаугурациясы 10 желтоқсанда өтті. Қазақ Кеңестік социалистік республикасын Қазақстан Республикасы деп атау
жөніндегі шешім де осы 10 желтоқсанда қабылданды. Қазақстан Республикасы деген арнайы аббревиатура енгізілді. 91 жылдың 12 желтоқсанында Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 1986 жылы 17-18 желтоқсан оқиғаларына қатысқаны үшін жауапқа тартылған азаматтарды ақтау жөнінде жарлыққа қол қойды. 1991 жыл осы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың президент ретінде жариялағаннан кейін елде көптеген бір өзгерістер болды. 25 қазан Республика Жоғарғы Кеңесі Қазақ КСР-ның декларациясы қабылданды. Ол 1990 жыл қабылданған болатын. 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы деп атау енді. 16 желтоқсан ол конституциялық заңға қол қойылды. 2 қазан Қазақтан шыққан тұңғыш ғарышкер Тоқтар Әубәкіров космосқа ұшты. 92 жылы 2 қаңтарда Қазақстан Евразиялық қоғам ынтымақтастық және қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше болды. 2 наурызда 1992 жылы Біріккен ұлттар ұйымына мүше болып қабылданды. 22 мамырда Қазақстан Республикасы ЮНЕСКО-ға кірді. 4 маусымда парламент отырысында Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері, туы, елтаңбасы және әнұраны қабылданды. 29-30 қыркүйек араларында Алматыда дүниежүзі қазақтарының тұңғыш құрылтайы өтті. Басты мақсат ретінде президент Қазақстанның егемен мемлекет ретінде қалыптасуы мен даму стратегиясын ойдағыдай жүзеге асыру үшін қолайлы сыртқы жағдайларды қалыптастыру және ұстап тұрудың жолдарын қарастырды. Тәуелсіз Қазақстанның сыртқы саяси бағытының негізгі ұстанымдарын тұңғыш президентіміз 92 жылы Қазақстанның егемен мемлекет ретінде қалыптасу мен даму стратегиясы атты еңбегінде айқындады. Онда халықаралық аренада Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының бейбітшілікті сүйгіш бағыты жарияланды. 91 жылдың 10 қазанында Тоқтар Әубәкіровтің ғарышқа самғағаны белгілі. 92 жыл маусымда Біріккен ұлттар ұйымының мүшесі болды және 93 жылдың қараша айында 15 күні Қазақстанда ұлттық валюта қабылданды, теңге қабылданды. 1994 жыл Қазақстанның жаңа ордендері мен медальдары дүниеге келді. 1995 жылы 2 қазақ ғарышкері Талғат Мұсабаев Союз ТМ-6 ғарыш кемесімен ғарышқа самғады. 1993-94 жылдар мемлекетте конституция қабылданды және бірінші конституция және валюта қабылданды және 94 жылы 30 маусымда қазақ халқының қыраны ғарышкер ғарышқа ұшты, Талғат Мұсабаев. 95-96 жылдары алғашқы азаматтарға Қазақстан Республикасында төл құжатын беру басталды. 95 жылы 1 наурызда Қазақстан Ассамблеясын құру жөнінде құжатқа қол қойылды және оның өмір бақи төрағасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сайланды. 1995 жылдың 30 тамызында Қазақстанның 2 конституциясы қабылданды және 96 жылы 16 желтоқсанда Алматыда тәуелсіздік монументі ашылды. Біз қазір қарастырған тәуелсіз Қазақстанның алғашқы 10 жылдықтағы тәуелсіздікке қол жеткізгеннен кейін мемлекеттік құрылымын қалай қалыптасқанын және де қандай да бір қабылданған бір шешімдерін қарастырдық Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың. Келесі дәрісте біз қоғамдық саяси даму тақырыбына тоқталамыз. Назар аударғандарыңызға рахмет.